мамықтай болып шығатын күлше нан дайындаймыз. Өте дәмді болып шығады. Оның үстіне жылы сүт, жылы су, сұйық май, тұз, ашытқы салып, барлығын жақсылап араластырып, орташа жұмсақтықта қамыр илейміз. Тағы да үстінен сұйық май құйып, ашытуға алып қоямыз. Ашып болған соң қамырды 5 бөлікке бөлеміз. Противенімізге осылай салып шығамыз да тағы бетін жауып 5 минутқа қалдырамыз. Тағы да кішкене көтеріледі, осылай ортасын 2 қолмен қаттырақ басып, шанышқымен кесіп шығамыз. Жұмыртқаның сары уызын жағып, бетіне төмен салдым. 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Дайын болған күлше нанды осылай кесіп дастарханға ұсынамыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздерден міндетті түрде жасап көріңіздер. Балаларыңызға қатты ұнайды. Дүкеннен нан сатып алғыңыз келмей қалады. Рецепт өте оңай, дайындап көріңіздер. Парақшама жазылып алыңыздар. Алдағы уақытта көптеген пайдалы видео рецепттермен бөлісемін.